Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қыстағы аңшылық, охота зимой. Балалар, бүгінгі сабақта біз қыстағы аңшылық туралы білеміз. Сегодня мы на уроке узнаем о зимней охоте. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Аңшы – охотник, бүркітші – беркутчий, человек, который занимается охотой с помощью беркутов. Аңшылық – охота, аң аулау – охотиться, құлақшын – шапка, ушанка, қашу – убегать, томаға – это кожаный чехол, плотно закрывающий глаз беркута. Қайталаймыз. Аңшы, бүркітші, аңшылық, аң аулау, құлақшын, қашу, томаға. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Бірінші тапсырма. Берілген сөздерді суреттен тап. Ребята, нам нужно вот эти данные слова найти на картине, указать, где это. Бүркіт – это беркут или орел. Жүген – уздечка. Тазы – это охотничьи собаки, да, порода. Тазы. Құлақшын. Тон, шуба. Жылқы. Екінші тапсырма, суретке қара. Аңшы дегеніміз кім балалар? Кто такой охотник? Бүркітші дегеніміз кім? Кто такой беркутчий? Аңшылар аңға шыққанда қандай киім киеді? Какую одежду одевают они? Охотники. Иә, балалар, аңшы дегеніміз аң аулайтын адам, иә? Бүркітші дегеніміз бүркітпен аң аулайтын адам. Аңшылар аңға шыққанда жылы киім киеді. Балалар, мәтінді оқымас бұрын суретке қарайық. Мәтін не туралы болуы мүмкін? Ребята, прежде чем прочитать текст, давайте подумаем, о чем же у нас будет текст. Иә, балалар, мәтін аң аулау туралы болады, е? Үшінші тапсырма, мәтінді тыңда, оқы. Балалар, мәтінді тыңдаймыз. Кешке басталған қар түнге дейін жауды. Ағаш пен үйді әппақ қар жапты. Әкем, мен, ағам, көрші ағайлар бәріміз ең мықты әрі жүйрік ақтарға міндік. Мен екінші рет аңға шықтым. Қасымызда тазы итіміз бар. Күн жып-жылы, айнала тып-тыныш. Жана жауған қардан түлкі, қоян сияқты аңдардың ізін байқадық. Көп кешікпей аңдарды да көрдік. Бүркіттің томағасын шешіп ұшырдық. Тазы иттер де қояндарды қуды. Біз 5 қоян, 3 түлкі ұстадық. Бүркіт пен тазы сондай күшті әрі епті. Қашқан аңды тез ұстайды. Қыста аң аулау өте күшті. Балалар, енді мәтінді аудармасымен өздерің бір мәрте оқыңдар. Ребята, можете приостановить видео и прочитать еще раз текст с переводом. Айтылым. 4-ші тапсырма. А. 71-ші бет. Берілген сұрақтарға жауап бер. Аңшылар аңдарды қалай тапты? Как охотники нашли зверей? Аңшылардың қасында қандай үй жануарлары бар? Какие домашние животные вместе с охотниками? Оның аңшыларға қандай көмегі бар? Какую пользу они приносят охотникам? Бүркітші бүркітін қашан ұшырды? Когда беркутчий отпустил своего беркута? Или орла? Аңшылар қандай аңдарды аулады? За какими зверями охотились охотники? Ребята, это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Бүгінгі күнді жазыңыздар. Сабақтың тақырыбы қыстағы аңшылық. 4-ші тапсырма, 72-ші бет. Сөйлемдердің жалғасын келесі бағаннан тауып жаз. Ребята, вам нужно найти
продолжение этих предложений во втором столбце и написать в тетради. Үлгі, образец. Аңшылар аңға шыққанда қолдарына қару алады, жүйрік атқа отырады, жылы киім киеді. Охотники, когда выходят на охоту, берут ружья, садятся на быстрых коней, тепло одеваются. Точно так же вам нужно найти продолжение этих предложений во втором столбце. Жақсы балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.